6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Дидар, кел бірге жаттығу жасайық. Таңғы жаттығу денсаулыққа өте пайдалы. Айша, достарымыз бізді ғаламтор арқылы құттықтап жатыр екен. Қайратбек киелі Түркістаннан сәлем жолдапты. Тұлпар мен Шымырбек деп мерекемізбен құттықтап жатқан болар. Ол екеуі үнсіз, мүмкін ұмытып кеткен шығар. Мұны қара, Құрыш бүгінгі мерекеге орай тамаша жеңілдік жасап жатыр екен. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Шымырбек, қалай ойлайсың? Мерекелік тосын сыйымыз Айша мен Дидарға ұнай ма? Әрине, ұнайды. Айша аспан денелерін бақылағанды ұнатады. Оған мына телескоп қатты ұнайды. Енді ол жұлдыздарды жақыннан тамашалай алатын болды. Дидар да дронды жақсы көреді. Оларды қуантуға асығып тұрым. Ой, жыбырламай болсаңшы. Олар бізді ұмытып кетті деп ойлап отырған шығар. Хэппи сонап Түркістаннан құттықтау жолдап қойыпты. Асықпа, Тұлпар. Сыйлықтарды бүлдіріп алмайық. Құтқарыңдар! Көмектесіңдер! Үндеріңді өшіріңдер. Шымырбек, естідің бе? Құтқарыңдар! Қазір аспай жүр қане. Біреуге көмек керек секілді. Барып көрейік. Төсекте бізді байқап қалады. Соңымыздан бейтаныс қуғыншылар ілесіп келеді. Алға өткізіп алмаңдар. Аямай соққы жасаңдар. Тоқтаңдар! Босатыңдар оларды! Абайла, Тұлпар! Олар келді. Қалайсыңдар, достар? Мерекелерің құтты болсын. Рахмет, Тұлпар. Шымырбек, жарақаттанып қалғансың ба? Уақыт өткізбей жөндеу орталығына бару керек. Біз сендерге тосын сый жасамақ болған едік. Сыйлықтарымызды сындырып алдық. Бізді құтқарамыз деп достарың алған сыйлықтарыңды сындырып алғандарыңды білдік. Біз соған ұқсас сыйлықтар алып келдік. Тұлпар мен Хэппидің атынан қабыл алыңдар. Рахмет сендерге, достар. Көп рахмет сендерге.